Осы тамыз айында 267 мың теңге ақша тауыппын. Мен жаңа ақшамды есептеп отырып, осылай жазып отырамын. Осы айда маған мысалы қандай заказдар түсті есіме түсіретін болсам, бірінші интернет-магазин ең жағдай сантехника сататын, раковиналар сататын, оның өзін жағдай жеңілдікпен арзандатып бағасын айтқан болатынмын. Соның өзінде мысалы қарап тұрсаңыздар, бір онлайн магазин ол бір кейс болады, және де ол портфолиоға қоюға жақсы, и опыт ретінде де жақсы да. Мысалы ол жай онлайн магазин емес, еще каталог болайын деп тұр. Мысалы клиенттерге ол кісі таратқан кезде қай товар бар, суреті қандай, түрі қандай, түсі қандай, бәрі детально жазылып тұратын болады. Одан кейін екінші Жанат ханымға жасаған сайтым, бұл жерде экспертке таргет рекламасына жіберетін сайт. Бұл жерде лендинг пейджі деп айтаймыз, бір беттік. Одан кейін бұл лендинг пейджінің пайдасы, мысалы таргет рекламасына жіберген кезде адамдарда лид жинайсың, курсыңның тарифін айтасың, курсың кімдерге керек түсіндіру үшін, курстың қандай бағдарламалары бар, мысалы постоянно біреу жауап бермейді, сразу осы сайттың ссылкасын жібересіз, и ол қызықтырған адамдар сол жерден жауабын алады. Бұл керемет сайт. Бұны да мысалы жеңілдікпен жасап жатырмын. Соның өзінде күніне бір айда 20 сағат жұмыс жасаппын да. 20 сағат жұмысты енді 30 күнге бөліңіздер. Сонда күніне көп болса бір 2-3 сағаттан ғана жұмыс жасап тұрмын ғой. 2-3 сағат қана күніне жұмыс істеген адамға 267 мың теңге табу деген это кайф деп ойлаймын. Одан кейін майда искусственный интеллектпен рилс жасадым, искусственный интеллектпен мультик жасадым. Одан кейін тойға шақыру қағазын жасадым, тойға сайт шақыру қағазын жасадым. Бір 10 шақты проектлар болды. Соған шыққан осындай сумма, бәрін қызықтырады деп ойлаймын. Тем более мен 2 баламен. Маған жұрттың бәрі қалай үлгересің деп атады. Мысалы мен 2 баламен әбетке дейін ғана уақытым бар жұмыс істеуге, таңертең ерте тұруға тырысамын. Сондықтан кейде 5-те тұрам, 6-та тұрам, 7-те тұрам, бірақ қатты кеш жатқан кезде күндері, шаршаған күндер 8 сағат ұйықтауға тырысамын. Кәдімгідей есепте, бірақ қатты кеткенде 8-де 9-да мен уже ояумын. Сондықтан сол таңертең қаншалықты ерте тұрсам, соншалықты өзімнің жұмысыма көбірек уақытымды бөле аламын. Өйткені әбетке дейін балалар кіші ұлым садикта болады ғой, сол садикта болған кезде мен жұмысымды жасап үлгеріп алуым керек. Таңнан әбетке дейінгі уақыт ол менің жұмысыма, инстаграмыма бөлетін уақытым. Түстен кейін уже обед дайындаймын, балалардың тренировкасы басталады, үлкен ұлды бассейнға апарамын, вокалдары бар, қазақ тілі бар, кішкентай ұлдың баратын массажы бар, оның да бассейні бар баратын. Енді балаларға солай көп көңіл бөлемін мен. Балалармен далада ойнаймын, кітаптарын оқимын, ойыншықтармен жай емес, кәдімгідей качественный уақыт бөлемін. Ойыншықтармен прям рөлге бөліп, конструктор, жаңағы жазатын жазулар, оқитын кітаптар, соның бәріне мән беремін. Кітаптарын оқып беремін, оларды тыңдаймын, сөйлесемін. Ол өте маңызды негізі. Осы фрилансерлік жұмысым, осы сайт жасайтын веб-дизайнерлік фрилансерлік жұмысымның керемет осы пайдасы осы. Өйткені мен жолдасыма қарағанда балаларға, үйге, отбасыма көбірек уақыт бөлемін. Соған маған өте ыңғайлы. Негізі кезінде 5 жыл бұрын дұрыс прогноз жасап, өзімнің архитекторлық мамандығымды осыған ауыстырып алғаныма қуанамын ше қазір. Тағы маңызды нәрсе бар ғой. Шаршамай, в гармония, балаларға да үлгеріп атсың, жолдасыңа да үлгеріп атсың, өзіңе де үлгеріп атсың, үй жинап та, тамақ істеп те үйреніп атсың. Өйткені қыздар, бізде әйелдер, бізде мамалар үйде жоқ болса, қалай береке кетіп қалады, бір жылу кетіп қалған сияқты ғой үйімізде. Сол сияқты мен өзімді осы үйдің гармониясын ұстап тұру, бәрін бір-бірімен байланыстыруға, тыныштыққа, жақсы тамақ ішуге, үйдің таза тұрғанына, соның бәрін реттеп отыру менің жұмысым деп білемін. Ол егер үй таза тұрса, маған да приятно, таза жерге таза нәрселер келеді, таза ақша, таза энергия, таза білім, миың демалады. Ана шашылған жердің ішінде адамның миы демалмайды. Ана таза тұрған соң, так, мына жұмыс бітіп тұр, келесі жұмысты бастайық деген сияқты ми таза болады да. Сондықтан соған қатты мән беремін. Күйеуім
келгенде де кеш келеді жұмыстан, сонда да оған приятно болады, вкусно тамақ ішеді, үй жиналып бәрі әдемі болып тұрғасын, настроение де күшті болады, ашылып сөйлесесің, балалармен ойнағанда да прям в гармония ше. Сондықтан осы фрилансерлік жұмыс вообще керемет жұмыс. Бұның бәріне үлгеру үшін мен график жасаймын, сол планмен жүремін. Обязательно сол планмен жүремін, ол өте маңызды. Кешке жатар кезде ертең не істейін деп кәдімгі қағазға жазамын. Таңертең тұрған кезде 1-2 сағат телефонды қолыма ұстамаймын, өзімнің миыммен, жүрегіммен кәдімгідей дұғаларымды оқимын. Запростарым өзімнің, қандай армандарым бар, соларды ойлаймын. Таңертең тыныш ми, мысалы таңғы 8-ге дейін тек қана ол менің уақытым, менің массаж жасайтын уақытым, менің боянамын, жаттығу жасаймын, оқитын кітаптарымды оқимын, медитация, визуализация, не істеу керек мысалы, сондай өзіме тыныштық келіп ойланамын, болашақта қандай өмірді қалаймын, соның бәрін жасауым, уақытылы жасауым, осы бір жағынан веб-дизайнды таңдап гармония өмір сүріп жатқаным, бір жағынан мен еңбекқорлығым және бәрін дұрыс жоспарлауымда деп ойлаймын. Сондықтан қазір 5 жыл осы аралықта, веб-дизайнға келген 5 жыл аралығында мен күніне 2 сағат, 3 сағат қана жұмыс істей алатын мүмкіндіктемін. Соны есептеп отырсам, сол 267 мың теңге ақша депті да. Осы айда мен проект алмадым, аз болып қалды деп, сол уайымдап жатқанымның өзінде осы. Осылай қыздар, егер менің осылай әңгіме айтқаным сіздерге қызық болса, комментарийге обязательно жазып кетіңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, мен қуана оқимын. Прям каждый лайк басқан сайын жадым, лайк басты, комментарий жаздым, настроением көтеріліп қалды. Мен енді блогер емеспін, мен экспертпін. Сондықтан көбінде парақшамда өзімнің эксперттілігіммен и балалармен қалай үлгеріп жатқаныммен бөлісем. Сіздерді парақшамда күтемін, маған тіркеліп, маған комментарий, лайк басып прям қуантып отырыңыздар. Мен сіздермен осылай пайдалы, өзімнің басымнан өткен тәжірибемді осылай влогым арқылы бөлісіп